Ал, жүр кірейік. Сен неге күліп тұрсың? Кешір, есіме түсіп кетті. Сені досым екен деп ойласам, маған күліп тұрсың ба? Болды, кірейік. Қазір ұрыс естиміз. Даже не болатынын да білмеймін. Давай. Кірсек бола ма? Кіріңдер. Бүгін не болғанын білесіңдер. Бүгін менің сыйлы қонақтарым да маған айтты. Бұл не? Біз концерт көрдік па деді. Мен ұялып кеттім ана жерде. Бірақ концерт қойған біз емес қой, қонақтар. Иә, қонақтар қойды. Бірақ сендер осының бәріне допускать еттіңдер ғой. Осының бәріне кім кінәлі екен сонда? Біз кінәліміз. Ал сол үшін бір шара қолдану керек. Ал екінші, бұндай нәрсе қайталанбасын. Әйтпесе менің ашуымның қандай екенін білесіңдер. Білеміз, ашуланбаңыз бірақ. Мен даяшылардан сұрадым, басқа да даяшылардан бәрінен сұрап шықтым. Бәрі сен кінәлісің деді Сара. Иә, бәрі менің кесірімнен болды. Кешірім сұраймын. Сол үшін, Сара, сен 2 ай бойы айлық алмайсың. 2 ай бойы айлық алмаймын? Бірақ, не бірақ? Бәрі дұрыс қой, е? Иә, ханым, жарайды. Бар жұмыстарын істеңдер. Сара, тоқташы. Сара, жылама. Не болған? Сен неге мен артынан келе бересің? Енді бауырларымды қалай асыраймын? Мүмкін басқа жерге жұмысқа кіресің. Басқа жерге олар мені алмайды. Осы жерде ғана маған жақсы ақша төлейді. Енді қалай ақша табам? Сара, болды, жылама. Міне. Рахмет. Мен саған ақша берем. Жоқ, мен ешкімнен ақша алмайтынымды білесің ғой. 2 ай бойы енді қалай ақша табасың? Мен саған берейін одан да. Өзім қалай да болса ақша табам. Бірақ сенде досым барына рахмет. Қайда жүрсің сен, Джек? Жұмысыңа звондасам, жұмысқа барған жоқ деді сенің. Бүгін барғым келмеді. Айтпақшы, Адель неге трубкасын алмайды? Білмеймін, ұрысып қалдық онымен. Ұрысып қалдық? Не үшін ұрысып қалдыңдар? Өзі ғой қызғанып отыр мені. Кім көргеннен қызғанады? Енді сен қатырасың, ол бекер қызғанбайды ғой. Мен бағанадан бері звондасам ала алмайды. Обычно күнде звондасам алатын. Қалайсыз деп. Білгем әйтеуір бір нәрсе дұрыс емес екенін. Сен неге келдің енді? Жұмысқа кеткен едің ғой. Таңертең не дым айта алмай тұрсың? Мен онда Адельдің үйіне кеттім. Ой, айтпа. Мына Джекке 1000 рет айттым, осы қызын айырылып қалма деп. Тыңдамайды ғой шіркін. Адель сияқты қызы болса, әйелі болса, не керек басқа? Оның ата-анасы шіріген миллионерлер. Соны тыңдамайды ғой. Пайдаланып қалмай ма мүмкіндікті? Соны айтам ғой. Ал міне онда шашыңыз дайын болып қалды. Ай, рахмет. Сен сияқты стилист құрбым болғанда қуанамын жаным. Мен онда Адельдің үйіне кеттім, барып сөйлесейін енді. Кішкене татуластырайын екеуін. Иә, дұрыс. Мен сумкам қайда еді? Гардеробның ішінде. Осының проблемасы маған не керек? Сен әлі өкінесің, Джек.
Bunday aroqni ешқашан ішіп көрмеппін. Дәмін көрейін. Адрес бойынша осы үй. Джек келді ма? Сәлеметсіз бе? Сәлем, Адель. Кіре берсем бола ма? Иә, кіріңіз. Саған үйің шашылып кетіпті ғой. Иә, бүгін қызметшілер келген жоқ. Сіз не істеп жүрсіз мұнда? Бұл менің екінші үйім еді ғой. Бұл жерге ешкім келмейді деп ойлағам. Менің өзімнің адамдарым бар, бәрін тауып береді. Жарайды, үйде тамақ жоқ еді. Кіріңіз, отырыңыз. Арақ ішіп отырсың ба, Адель? Жоқ, иә, ішейін дегенмін. Бәрі Джектің кесірі. Келші, Адель, отыршы мұнда. Бәрін басынан бастап айтып берші маған. Бәрі Джектің кесірі болатын. Вообще-то, жоқ. Даяшы қыз болатын біз барған мейрамханада. Және де ол қыз Джектің басын дуалап алды. Мен сразу түсіндім. Джек соған қарай берді. Сонымен мен оны алып кеттім. Ертесі күні Джек осы жерге келетінін білдім ба, білмеймін, сездім ғой. Сөйтсем, Джек пен даяшы қыз екеуі сөйлесіп тұр екен. Мәссаған, қандай даяшы қыз ол? Мен оның көзін құртам, Адель, уайымдама. Сосын ең бастысы Джек мені жақсы көрмеймін деп айтты. Жоқ, Джек сені жақсы көреді, Адель. Екеулерің болашақта үйленесіңдер. Тек күт. Джек сенің алдынан кешірім сұрайтындай қыламын, және де ана қыздың көзін құртамын. Жарайды, сізге сендім. Сен Джекті кешір, жарай ма? Ол ашуланып айтып қойған шығар. Жарайды. Жақсы, онда мен кеттім даяшыға. Жүріңіз, шығарып салайын. Сау болыңыз, келіп тұрыңыз осы үйде. Ал даяшы қыз, ісім сенімен болсын. Сәлем. Сәлеметсіз бе, Жанна ханым? Кіріңіз, келіңіз, отырыңыз мұнда. Иә, қалайсыз? Жақсы бәрі. Алдында менің балам осы жерде концерт қойды дейді ғой. Сол үшін кешірім сұраймын енді. Сіздің балаңыз кінәсі жоқ. Бәрі біздің жұмысшымыздың кесірінен болды. Қателеспесем, бір осы жерде даяшы қыз жұмыс істейді екен. Иә, бізде жұмысшылар өте көп, әсіресе қыздар көп. Қателеспесем, есімі Сара. Иә, бізде жұмыс істейді. Менде бір өтініш болып тұр. Сол қыздың көзін құртасың ба? Бірақ мен оны қалай құртамын? Ол менің жұмысшым. Өзінің жұмысын жақсы атқарады, бірақ жақында болған жағдайға байланысты мен оның 2 айлығын алып қойдым. Біз енді құрбымыз ғой, бұрында құрбы болдық. Оның үстіне саған сыйлығым дайын. Жарайды. Сен үшін маған бір официантка жалко да емес. Жақсы, келістік. Сау бол, құрбым. Сау бол. Бұл қыздың көзін қалай құртам енді? Маған Сараны шақырыңдар. Иә, ханым, мені шақырдыңыз деді. Иә, кел отыр. Тыныштық па? Бірнәрсе болды ма? Тыныштық болғанда былай, мен сені жұмыстан шығаруым керек. Не? Не үшін шығарасыз? Алдындағы қойылымың үшін. Бірақ мен оның кінәм жоқ қой. Маған солай айтты, шығаруым керек. Мені кешір әрине. Бірақ бұл менің шешімім. Қазірден бастап заттарын жинап, үйіңе бара бер. Басқа жұмысты іздестіре бер. Сараға не болды екен? Барып сұрау керек еді.